Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді әрі оп-оңай жасалатын дәмді печенье жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл печеньеге көп заттардың қажеті жоқ. Алдымен бір жұмыртқаға сахарный пудрамызды және де сұйық майымызды құйып араластырамыз. Ешқандай миксердің, блендердің да қажеті жоқ. Жақсылап араластырып алғаннан кейін белгіленген мөлшердегі ұнымызға кішкене қопсытқышымызды салып, оны да бір ыдысқа салып араластырып қоямыз. Және де шетінен салып, оларды да жақсылап араластырамыз. Барлығының басын біріктіріп, өте жұмсақ тесто шығарып аламыз. Ал достар, оған дейін каналым ұнап жатса, рецептерім ұнап жатса, лайк басып, каналға тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мінекей осындай өте жұмсақ тесто пайда болды бізде. Дәл осындай тестаны алып, енді бірден дайындай береміз. Мен әрқайсысын 20 граммнан бөліп дайындап алдым. Сіздер көз мөлшерімен бөліп дайындасаңыздар да болады, ол маңызды емес. Ал енді печеньенің формасын жасау үшін бөліп алған тестамызды алақанымызбен осылай орап, одан кейін бастарын біріктіреміз, тамшы формасы ретінде жасайтын боламыз. Әрқайсысын осылай әдемілеп жасап шығамыз. Өте әдемі болып шығады піскен кезде. Көріп тұрғаныңыздай, печеньелер өте оңай дайындалады, және де мен де бірінші рет жасап тұрмын бұл жерде. Бірінші жасағаннан ақ осындай болып, керемет болып шықты, және де сіздермен рецептімен тезірек бөліскім келді. Қызып тұрған духовкамызда 180 градуста 25 минутта пісіп шықты. Мінекей печеньелеріміз дайын болды, тек күйдіріп жібермеңіздер, осындай ақшыл күйде болуы қажет, көтеріліп, өте дәмді болып шықты. Дәл осы күйінде ұсынсаңыздар да болады, немесе мен сияқты әрлесеңіздер де болады. Шоколад пен сары майды су моншасында ертіп дайындап алдым. Одан кейін үстіне орехтерді, кокосовый стружканы немесе тағда басқа дәмдеуіштеріңізді сеуіп ұсынсаңыздар болады. Менде 2 түрлі кокос стружкасы және де ұсатылған орех болды. Соларды сеуіп дайындадым. Өте әдемі болып шықты. Қонақтарыңыз келген жағдайда жасасаңыздар болады, дастарханыңыздың көркін ашатын болады. Қолдан жасалған печеньеге мүлдем ұқсамайды, кондитерлік дүкеннен алған печеньелер секілді. Жасалу жолы өте оңай. Жеген кезде печеньелеріңіз воздушный болып шығады. Сіздерге де тездетіп жасауға кеңес етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.